21 қазанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, таңғы уақыт барлығын тез жасап, уақытын болмашы нәрселерге жұмсамауға дағдыланған тоқтылар үшін қиынға соқпақ. Бүгінгі күні сізге қолайлы сәтті күте біліп, сол сәт келгенде ғана әрекет етуге көше білу керек. Егер сіз өзіңізді ұстай біліп, эмоцияңызды бақылауда ұстай алсаңыз, сәттілікті қан жағыңызға байлайсыз. Күннің екінші жартысы жағымды оқиғалар мен сізді қуантатын хабарлармен есте қалады. Бұл уақытта сонымен қатар сіздің есіңізде қалатын қызықты кездесулерде орын алуы мүмкін. Торпақ, бүгінгі күн қарама-қайшылықты және өте шиеленісті болмақ. Жағдайлар оңды жүргенімен асығыстықпен шешім қабылдамағаныңыз жөн. Өйткені қателіктер жасап, қиындықтарға тап болу ықтималдығы өте жоғары. Жақсылап ойластырылған шешім мен әрекеттер сізді қателіктерден қорғайды. Ақшаңызға да абай болыңыз. Бүгінгі күні ойланбастан біраз ақшаңызды жұмсап қойып, оның соңы неге әкелетінін де ойланбайсыз. Адамдармен сөйлесу барысында да қырағы болыңыз. Аса тани бермейтін адамдарға жеке құпияларыңызды жайып салудан аулақ болғайсыз. Егіздер, шиеленісті күн. Сіз әдеттегіден қарағанда жиі қателіктер жасайсыз. Болмашы нәрселерге бола ашуға ерік беріп қоясыз. Барлық кедергілерді жоюға болады. Ол үшін сабырлық сақтау маңызды болып тұр. Салқынқандылық таныта білсеңіз, болып жатқан жағдайлардың байыбына барып, қиын жағдайлардан шығудың амалдарын қарастыратын боласыз. Кешкі уақыт отбасы мүшелерімен, достармен отыруға, сондай-ақ романтикалық кездесулер үшін де қолайлы уақыт болмақ. Сіз өзіңізге ауыртпалық салған жүктен құтылып, көңіл күйіңіз біраз көтеріліп, жақындарыңызға да жақсы көңіл күй сыйлайсыз. Шаян, күннің бірінші жартысында жұмысыңызда, үйіңізде де кішігірім сөзге келіп қалу жағдайлар орын алуы мүмкін. Бұның барлығы болмашы нәрсенің себебінен орын алады. Әзілдесу барысында барынша абай болуға кеңес береміз. Себебі сіздің сәтсіз әзілдеріңіз кейбір адамдарды өкпелетіп алуы мүмкін. Күннің екінші жартысы бірінші жартысына қарағанда әлдеқайда жақсырақ өтеді. Бұл уақытта шығармашылық шабытыңыз пайда болып, жағымды әсерлер аласыз. Ал ғашық жандарды есте қаларлықтай кездесулер мен жылы сөйлесулер күтуде. Сонымен қатар романтикалық тосын сыйлар мен сыйлықтар да күтуі ғажап емес. Арыстан, сізді қанаттандырып, сізге шабыт сыйлайтын өте жайлы күн болғалы тұр. Жаңа іскерлік қарым-қатынастарыңыз пайда болып, бас тарта алмайтындай қызықты ұсыныстарға ие боласыз. Кейбір арыстандар жақын арада кәсіби саласында жоғарылау үшін не істеу керектігін түсінетін болады. Сіз кез келген шиеленісті әңгімелесулерді жағымды ортаға айналдыра аласыз, ал жеке өміріңізде жағымды өзгерістер байқалмақ. Бұның барлығы сіздің интуицияңыз бен бақылай білу қабілеттеріңіздің арқасында. Бикеш, маңызды нәрсені бастамас бұрын жаныңызда сенімді серіктестеріңіз бар ма жоқ па, соны анықтап алғаныңыз жөн. Оларсыз барлығы да қиын болады. Ақшаңыздың белгілі бір бөлігінен айырылуыңыз мүмкін, немесе сәтсіз сауда жасайсыз. Немен айналыссаңыз да барлық үлкен кіші детальдарға мән беріңіз. Жақын адамдарыңызды өкпелетпей, берген уәдеңізде толықтай тұра біліңіз. Бүгінгі күні күрделі тақырыптарды талқылаудың еш қажеті жоқ. Әсіресе оның нәтижесінде сөз таластар мен ұрыстар орын алатын тақырыптарды мүлдем қозғамаңыз. Оның орнына жеңіл, жағымды нәрселер жөнінде сөйлескеніңіз абзал. Таразы, барлығы да жақсы болады. Жақын арада қарсыластарыңызбен сізді жақтырмайтын жандарға тойтарыс беріп, оларды жеңіліске ұшыратасыз. Сіз барынша жігерлі жансыз. Қаншама шаруаларды үйіп төгіп жатса да, сіз оның барлығын игере аласыз. Сізге бүгінгі күні жаңа таныстарыңызбен қатар кейбір әріптестеріңізде қол көмегін тигізеді. Кейбір таразылардың романтикалық әуестігі де пайда болуы ықтимал. Бүгінгі күні басталатын романтикалық байланыстар жақын арада тез өрбіп, сізге тек жағымды әсерлер сыйлайды. Ал жақын адамдарыңызбен араласу барысында интуицияңыздың көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс.
Саршаян, барлығы да жеңіл болады. Тіпті ең қиын тапсырмалардың өзінде еш қиналмастан шешесіз. Сіз еш нәрсені де көзден таса жіберместен барлық ақпараттарды дер кезінде қағып аласыз. Құжаттармен байланысты жұмыстар сізді шаршатпайды. Егер өзге адамдармен бірігіп жасайтын шаруаларыңыз пайда болса, сіздің ерекше харизмаңыздың арқасында барлығы да жеңіл өтеді. Бүгінгі күні ескі жоспарларыңызға қайта оралып, оларды қолға алуға болады. Қазіргі таңда оларды жүзеге асырудың оңтайлы сәті түсіп тұр. Жұлдыздардың қолдауын осындай пайдалы шаруалар үшін оңтайлы қолдана білгеніңіз дұрыс. Мерген, барынша сәтті күн болғалы тұр. Егер сіз жағымды сәттерді дұрыс қолдана білсеңіз, өз жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Кез келген кездесулер мен сөйлесулер сәтті өтпек. Іскерлік кездесулер сөз үшін пайдалы қорытындымен аяқталады. Егер ұсыныстарға қатысты жағдайларда не істеріңізді білмесеңіз, өзіңізді жарнамалап, еш жағымпазданушы болмаңыз. Солай еткенде ғана тиімді ұсыныстарға ие боласыз. Бүгінгі күн мүлдем жаңа нәрселерді бастау үшін де қолайлы. Сіз барлық нәрсені жылдам үйреніп, тәжірибесі пайдалы болатын адамдармен тез ортақ тіл табысасыз. Кейбір мергендердің жаңа достары да пайда болмақ. Тауишкі, бүгінгі күн маңызды кездесулерді өткізіп, маңызды сұрақтарды талқылауға, сонымен қатар ұзақ мерзімді серіктестер үшін аса қолайлы болғалы тұр. Сізді жағымды жаңалықтар, жұмысыңызға қатысты жағымды өзгерістер күтуде. Іскерлік байланыстарда нығайтудың мүмкіндігін бос жібермеңіз. Ал күрделі сәттерде сіздің әзілдесе білуіңіз құтқарады. Сіздің көмегіңіздің арқасында жақын адамдарыңыз өз мәселелерінің шешімін тауып, барынша жеңілдеп қалады. Барлығы да сіздің оларға берер ақылыңыздың көмегі болмақ. Суғойғыш, күн көптеген жағымды эмоция сыйлайды. Бүгінгі күні үлкен сәттіліктерге ие болмасаңыз да, бұл күнді көңілді әрі қызықты өткізесіз. Бүгінгі күні кездесулер мен барлық кішігірім саяхаттарыңыз сәтті өтеді. Сауда жасауда сәтті болуы мүмкін. Өзіңізге ұнайтын заттарды жылдам тауып, қолайлы бағалардың үстінен түсесіз. Жақындарыңызға да сыйлық жасауға мүмкіндік бар. Күннің екінші жартысы шығармашылық үшін қолайлы уақыт. Бұл уақытта ақырындап жүзеге асатын жаңа идеяларыңыз пайда болады. Балықтар, таңғы уақыт сәтсіз басталуы мүмкін. Сондықтан да бұл уақытқа ешқандай маңызды нәрселерді жоспарламай, маңызды шешімдерді қабылдамаңыз. Сіздің әрекеттеріңіз мейлі ол жақсы ниетпен жасалып жатса да, өзге адамдарға жағымсыздық әкелуі мүмкін. Сіз білместіктен жақын адамдарыңызға мәселе жасап беруіңіз мүмкін. Алайда бірнеше сағаттың ішінде барлық жағдайлар жақсы арнаға өзгереді. Жаңа мүмкіндіктеріңіз пайда болып, ерекше идеяларыңыз да аяқ астынан пайда болады. Сіз білек сыбана кіріскен және көп күшіңізді сарп еткен шаруаларыңызды сәтті аяқтап шығасыз. Нәтижесінде өз еңбегіңізге көңіліңіз толады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.